Қайырлы күн достар. Мен сіздерге бүгін үй жағдайында қысқа қиярды қалай жабатынын айтамын. Алдымен қиярымызды жақсылап жуып, оны 2-3 сағатқа суға салып қоямыз. Қиярымыз суда тұрғанда, банкілерімізді жақсылап пищевой содамен жуып, оларды қақпағымен бірге қайнатып, стерилизовать етіп, дайындап қоямыз. Банкілеріміз дайын болғасын, тәтті бұрышты осылай турап саламыз. Қарақаттың жапырағын бір штуктан салып шығамыз. Содан кейін шиен жапырағын 2 штуктан саламыз. Лавр жапырағын 2 штуктан саламыз. Одан кейін сарымсақты тоже 2 штуктан салып шығамыз. Душистый горошек пен қара бұрышты 3 штуктан салып шығамыз. Келесі кезекте укропымызды салып шығамыз осылай. Укропты салып болғаннан кейін қиярымызды осылай салып шығамыз. Қиярымызды видеодағыдай салып болғаннан кейін қайнап тұрған суды осылай құйып шығамыз. Қақпағын жауып 5-10 минутқа қоямыз. 5-10 минуттан кейін суды осылай төгеміз. Енді қиярдың суын жаңадан қайтадан суды қайнатып, оған мен 1 литрлік банкіге жауып атқасын, сіздерге сироптың дәміне 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық шекер салып қайнатамыз. Қайнап тұрған сиропымызды осылай бүкіл банкілердің бәріне құйып шығамыз. Содан кейін жарты шай қасық уксусты 70%-лік жарты қасықтан барлық банкілерімізге құйып шығамыз осылай. Қақпағын осылай жауып, одеялмен бұларды бүркеп қоямыз суығанша. Видео пайдалы болса, маған тіркеліп лайк басыңыздар достар. Рахмет.